қамшы жасап отырмын. Мирас, кел мына жерге отыр, мен саған қамшы жасауды үйретейін. Мирас, қамшы қазақтың ғасырлар бойы ұстанған ұлттық бұйымдарының бірі. Ер жабдықтарының ішінде ең ажырамас бөлігі. Қамшыны ұстаған ер адам сұсты, сымбатты және сәнді болып көрінген. Қазақтар қамшыны ертеде мал айдау үшін пайдаланған. Мирас, қазіргі таңда қамшы өруді, қамшыгерлікті жас ұрпаққа насихаттап отыру керек. Сондықтан да мен саған қамшы өруді үйретейін. Сен ұстап отыр. Қамшы өру 3 таспа, 4 таспа, және 6, 8, 12 таспа болады. Біз соның ішінде қазір 6 таспалық өрімді өреміз. 6 таспалық өрім біздің өріп отырғанымыз қазір. Әке, қамшыны не үшін қолданасыз? Адамзат жылқыны қолға үйреткен кезде қолындағы малды айдау үшін құрал қажет болған. Алғашқыда шыбықпен, таяқпен айдаған. Уақыт өте келе қамшыны пайдаланған. Әу бастан қазақ халқы жылқы малына ерекше көңіл бөлген. 7 қазынаның бірі ретінде қадірлеп, ат ердің қанаты деп ерекше бағалаған. Ес білген ер балаларын алғаш атқа мінгізуінің өзін ерекше сән салтанаты мен жөн жоралғыларымен атап өткен. Халқымыздың ертеден келе жатқан тағылымды бұл дәстүрі ашамайға мінгізу деп аталады.